Құрметті халық, сіздердің аманаттарыңыз қазір бірер секундта ауыл-ауылдарға ұшатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай ауа райы күрт өзгеруде. Мешки один на один, и сверху коробки потом. А муки не получится? Сейчас, солнышко, подожди. Только один вертолет, да? Сейчас второй готовят. Ура, спасибо, спасибо. Так, это все в УИН, правильно? Да. Перизат Қайратысы сот отырысында Геннадий Головкиннің аты аталып зардап шеккен кәсіпкерлердің бірі сөз сөйледі. Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында Перизат Қайратқа қатысты қылмыстық іс қаралып жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай ауа райы бұзылуына байланысты бізде санаулы ғана минуттар бар. Азық-түлік қораптарын әскери тікұшаққа салып жатырмыз волонтерлармен бірге. Негізгі куәгерлердің бірі кәсіпкер, белгілі компаниялардың бірінің басшысы Мөлдір Сүйіншәлі сотта куәлік берді. Ол қайырымдылық кешіне қалай қатысқанын және кейін зардап шеккен тарапқа қалай айналғанын айтып берді. Әйелдің айтуынша 2021 жылы Перизат Қайрат Instagram желісі арқылы байланысқа шығып, оны Шаратон қонақ үйінде өтетін қайырымдылық шарасына шақырған. Кешке бизнес және саясат өкілдері қатысқан. Ақша жинаудың мақсаты балаларға арналған оңалту орталығын салу деп жарияланған. Мені кәсіпкер ретінде шақырды. Перизатпен жазған хатта жиналған қаржы ерекше қажеттіліктер бар балаларға арналған орталық салуға жұмсалатыны көрсетілген деп түсіндірді Мөлдір Сүйіншәлі. Мы сделали огромное дело с тобой, ты понимаешь? Егер азаматтар ренжімеңіздер, бірақ бүгін екі нәзік жан үлкен жұмыс атқарды. Аукцион аясында ол Геннадий Головкиннің бокс қолғабын 10 миллион теңгеге сатып алған. Бұл қаражат оның компаниясы атынан Біз біргеміз Қазақстан қорына ресми түрде аударылған. Ол кезде бұл істі игі әрі мемлекеттік деңгейдегі бастама деп ойладық. Қаражатты ресми түрде аудардық, Перизаттың ниетінің адалдығына күмән болған жоқ. Алайда біраз уақыт өткен соң сұрақтар туа бастады. Орталық салынды ма, ақша өз мақсатына жетті ме? Жобаның тағдыры жайлы ешқандай ақпарат ала алмадым. Тергеуге дейінгі кезеңде 10 миллион теңгені қайтару туралы азаматтық талап арыз бердім. Егер бұл қаражат орталық салуға жұмсалған болса, менде шағым болмас еді. Бірақ егер ол қаражат қорға жетпесе, онда қаражатты қайтаруды әділетті деп есептеймін, деді ол сотта. Сондай-ақ ол Перизат Қайратқа жеке қажеттіліктер үшін 14 миллион теңге қарызға ақша бергенін де мәлімдеді. Жәбірленушінің айтуынша бұл қарыз 1 жыл бойы қайтарылмаған. Кейін ол жеке талап арыз түсіріп, сот шешімімен қаражатты қайтарып алған. Қорғау тарабы жәбірленушінің әрекеттері жеке өшпенділік сипатта емес пе деген сұрақ қойды. Менде жеке реніш жоқ, мен кәсіпкермін, көмектескім келді. Енді тек өз ақшамды қайтарғым келеді деп жауап берді Сүйіншәлі. Айта кетейік, судья бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сот залына кіруіне тыйым салды. Сондай-ақ Перизат Қайраттың жоғары білімі жоқ екені анықталды. Баршаңызға қайырлы таң, қазақ елі. Бүгін сәуір айының 17-сі таңғы 9 көріп тұрғандарыңыздай мен өз қызметіме оралдым. Халықтың көмегі халыққа дереу жеткізіп жүрген Біз біргеміз қорының жұмыстарына жоғары баға берген, қолдау көрсеткен төтенше жағдай министрі және ұлттық ұлан сарбаздарының басшылығына алғысым шексіз. Осы уақытқа дейін барлық мағынада қолдау көрсеткен қазақ халқына, туған өлкем Ақтөбе облысы, Батыс Қазақстан облысы, Атырау облысы, Маңғыстаудың жеткер тұстар, алып азаматтары, ел азаматтары хабарласып жатыр. Мен мұндай масштабты қолдау аламын деп ойлаған жоқпын. Алғысым шексіз. Қажетті тексерістерден де, келіссөздерден де өттім. Серіктес болған барша кәсіпкерлерге және әсіресе банк басшыларына үлкен алғыс. Біздің гуманитарлық көмекті дереу жеткізуге әрдайым қолдау көрсетіп жүрген ұлттық ұлан басшылығына және осы жүк самолеті 801-ші рейсіне экипажына алғысым шексіз. Всем огромное спасибо за такую поддержку во всех смыслах. Мне еще не верится. К счастью, я прошла все нужные проверки, переговоры
гвардии Республики Казахстан, всем партнерам, руководителям банка, с кем мы сотрудничаем, за положительную характеристику, за прозрачный отчет. Никогда не думала, что испытаю. Наверное, не зря говорят, адамнан жасағанды Алладан жасағанбыз. Мен өз қызметімді ары қарай жалғастыруға дайынмын. Ең бастысы халықтың қолдауы, халықтың садақасы. Өкінішке орай табиғи апат күнделеп келеді. Шалғай орналасқан өңірдегі 9-15 шақты ауылдан тұратын тұрғындар біздің қолдауымыз көмегіміз өте қажет. Сондықтан ары қарай гуманитарлық көмекті, қаржылай көмекті қолдайсыздар деген ниеттемін. Әділ, дереу, жүйелі қызмет атқаруға қазақ